Сегізінші лекция азаматтық қоғам. Тас ғасырынан кейінгі оның орнын басқан қола, темір дәуірлері жерде тас бітіп қалғаннан соң ауысқан жоқ. Бұл құбылыс адамзат баласының өмір сүрудегі ғасырлар бойғы тәжірибесінің, санасының жетілу процесі барысында туған табиғи өзгеріс еді. Адамзат баласы эволюциялық табиғи даму барысында алғашқы қоғамдық құрылысты құл иеленуші, феодалдық, капиталистік, социалистік қоғамдық құрылыстарды басынан сатылап өткізіп, бүгінгі өркениетке жетті. Ал жасанды марксизм-ленинизм идеологиясымен қаруланған Кеңестер одағының коммунистік партиясының кемелденген социализм, одан әрі коммунизмге жетеміз деген қияли болжамының реттілігін қоғамның осындай табиғи эволюциялық дамуы бұзды. Құл иеленуші қоғамда таптық жіктерге бөлінушіліктің тууымен қатар мемлекет ұғымы да пайда болды. Алғашында мемлекет ұғымы үкімет билігін иеленуші деген мағынада айтылып, бертін келе ол үкімет функциясы ретінде қаралды. Мемлекет қоғамның саяси жүйесінің басты элементі, саяси институттардың маңызды бөлігі. Ол белгілі бір аумақ шеңберінде тұратын адамдардың мүдделерін қорғап, олардың арасындағы ара қатынастарды құқықтық ережелер арқылы реттеп бақылайтын қоғамдық механизм. Мемлекет қоғамдағы билікті іс жүзіне асырушы орталық институт. Ол адамдардың белгілі бір заңға бағынған қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ететін саяси орган. Осы мемлекеттің қойнауында дамып жетілген азаматтық қоғам адамдардың еркіндігін қамтамасыз етіп, олардың мүдделерін жүзеге асыруына жағдай жасайтын құқықтық мемлекетті өмірге әкелетін алғышарт ретінде танылады. Азаматтық қоғамы жетілмеген елде құқықтық мемлекетте орнамайды. Бұл аксиома. Азаматтық қоғам термині ең алғаш рет 1594 жылы Англияда қолданылған. Ол латынның civis, азамат, гражданин деген сөзінен, civitas, қоғам, общество деген ұғымменен ұласады. Ал шын мәнінде ол 17 ғасырда Шотландияда және 19 ғасырда Германияда жүзеге асқан. Гегельдің айтуынша, азаматтық қоғам бұл әлеуметтік және экономикалық қажеттіліктен туындаған. Жеке адамдардың өз мүдделерін белгілі бір мөлшерде жүзеге асыратын қоғамның бір бөлігі делінсе, қазіргі ғылымда азаматтық қоғам дербес әлеуметтік экономикалық өмір ретінде көрсетіледі. Азаматтық қоғам әлеуметтік прогресс, мәдениет пен өркениеттің бесігі. Азаматтық қоғам бұл демократиялық елдерде қалыптасқан адамдар қауымдастығы. Ол біріншіден қоғамның барлық тіршілік әрекеті саласында құрылған ерікті түрде мемлекеттік емес құрылымдардан, жақшаның ішінде экономикалық ұйымдардың, өндіріс орындарының, кооперативтердің, қайырымдылық ұйымдардың, мәдени діни бірлестіктердің мүдделері бойынша біріккен клубтардың, бірлестіктер, ұйымдар, ассоциациялар, одақтар, орталықтар, қорлар және тағы басқалар жатады. Екіншіден, мемлекеттік емес экономикалық, саяси, әлеуметтік, рухани, діни және тағы басқа қатынастар сол сияқты жергілікті өзін өзі басқаратын органдардың, қоғамдық ұйымдардың жиынтығы ретінде көрінеді. Азаматтық қоғам. Азаматтық қоғам мемлекеттік емес органдар мен қозғалыстардың теңестірілген өзара бақылауын, бірін-бірі шектеуін жүзеге асырады. Себебі мемлекеттік органдардың қызметі әрқашанда мемлекеттік емес органдардың қадағалауында болуы керек. Ал мемлекеттік емес органдар өз кезегінде қызметін заңға орай ұйымдастыруы тиіс және мемлекеттің объективті қажеттіліктерін ескеруі керек. Олардың басты белгісі ол ұйымдардың мүшелерінің еркіндігі менен тәуелсіздігі. Ұйымдар құрамына ерікті түрде кіре алатындығы болып табылады. Ата заңда бекітілген талаптар мемлекет тарапынан орындалмаған жағдайда, азаматтық қоғам мүшелері оны орындатуды талап етіп жүзеге асырады. Сонымен азаматтық қоғам дегеніміз мемлекеттің қызметінен тыс топтардың, ұжымдардың экономикалық, мәдени, рухани, адамгершілік, ұлттық, діни белгілері бойынша біріккен құрылымдардың жиынтығы.
Ол қоғам мүшелері арасында экономикалық, мәдени, құқықтық және саяси қатынастарды дамыған қоғам. Олар мемлекеттен тәуелсіз, бірақ олармен бірігіп өмір сүретін әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени және моральдық мәртебесі жоғары мемлекет. Азаматтық қоғамда экономикалық еркіндік, меншік формаларының алуан түрлілігі, нарықтық қатынастар, бәсекелестік, адам мен азаматтың табиғи құқығын, оның жеке бас бостандығын сөзсіз мойындау және оны қорғау, биліктің заңдылығы және оның демократиялық сипаты, заң мен құқық алдындағы адамдардың теңдігі, тұлғаның заң мен сенімді түрде қорғалуы, биліктің тармаққа бөлінуі мен өзара дербес әрекеттері принциптеріне негізделуі, саяси және идеологиялық плюрализм, жария оппозицияның болуы, пікір таласы, сөз және баспасөз бостандығы, бұқаралық ақпарат құралдарының тәуелсіздігі, мемлекеттің азаматтардың жеке өміріне араласпауы, олардың өзара міндеттері мен жауапкершілігі, азаматтық бейбітшілік, серіктестік және ұлттық келісім, жергілікті өзін өзі басқаруға толық бостандық берілуі, оның жұмысына мемлекеттің араласпауы, қажет болғанда тиісті көмек көрсетіп жәрдем беруі, адамдардың лайықты өмір деңгейінің қамтамасыз ететін тиімді әлеуметтік саясат ретінде жүзеге асырылады. Азаматтық қоғам бұл қоғамдық өмірдің мемлекеттік емес бөлігі. Адамдар өзара байланысатын және ерікті тәуелсіз субъектілер ретінде бір-бірімен өзара әрекет ететін әлеуметтік кеңістік алаңы. Азаматтық қоғамның экономикалық негізін және меншік иелерінің дербестігі мен меншік түрлерінің түрлі формаларының әртүрлілігі құрайды. Азаматтық қоғам мемлекет пен жеке тұлғалар арасындағы дәнекерші рөлін атқарады. Ол жеке тұлғаны мемлекеттен қорғайды, адам құқығының сақталуын қамтамасыз етеді. Мемлекеттің қызметіне бақылау қояды. Сондай-ақ азаматтық қоғам құқықтық мемлекеттің тұрақтылығы менен беріктігінің кепілі бола алады. Адамзат қоғамның дамуында белгілі бір кезеңді ғана қамтитын бұл қоғам белгілі бір уақыттан соң ғылыми техникалық қоғамға ауысады. Азаматтық қоғам бұл заңды кезең. Индивидтердің өзін-өзі көрсетуін жүзеге асырудың жоғары формасы. Ол елдің экономикалық саяси даму деңгейіне, халықтың әл-ауқатының артуына, мәдениет пен сана сезімнің өсу деңгейіне сәйкес пісіп жетіледі. Жеке меншік негізінде барлық азаматтардың экономикалық дербестігін алуы және бәсекелес экономикада өмір сүру мүмкіндігінің пайда болуы азаматтық қоғамның қалыптасуының міндетті алғышарты болып табылады. Азаматтық қоғамды қалыптастыруда сословиялық артықшылықтарды жою және азаматтың барлық өзге де азаматтармен тең заңды құқыққа ие болған азаматқа айналған адам тұлғасы маңызының артуы мәнді алғышарттар болып есептеледі. Азаматтық қоғамды түсінде екі көзқарас, кең және тар мағынада қарастырылады. Кең мағынадағы азаматтық қоғам бұл мемлекет тарапынан тікелей бақылау жасалмайтын қоғамдық өмірдің бүкіл салалары. Азаматтық қоғам тар мағынада қоғамдық және мемлекеттік өмірдің барлық саласында заңның жоғарғылығын қамтамасыз ететін тұлғаның бостандығына, оның негізгі мүдделері мен құқықтарына, сонымен бірге адамдардың өз экономикалық, әлеуметтік және рухани мүдделеріне жету үшін алуан түрлі қоғамдық және азаматтың өзін-өзі ұйымдастыру формаларына кепілдік беретін демократиялық институттар мен құқықтық мемлекеттің өмір сүруімен тікелей байланысты. Осы тұрғыдан алғанда азаматтық қоғам адамдар қауымдастығы ретінде қарастырылады. Азаматтық қоғам кісі өмірінің алуан түрлі салаларын және мемлекеттік емес қатынастарды экономикалық, әлеуметтік, отбасылық, ұлттық, рухани, адамгершілік, діни, өндірістік, жеке бастық және тағы сол сияқты ерікті түрде қалыптасқан алғашқы мемлекеттік емес құрылым. Азаматтық қоғам бұл еркін демократиялық, құқықтық, әлеуметтік, өркениетті қоғам. Онда жеке билік режиміне, басқарудың волюнтаристік әдістеріне, таптық өшпенділікке, тоталитаризмге, адамдарды күштеуге орын жоқ. Мұнда керісінше
заң менен мораль, ізгілік пен әділдік, демократия мен тең құқықтық принциптер құрметтеледі. Лекцияның жалғасы құқықтық мемлекет 9-шы лекцияда қарастырылады. Тарих ғылымдарының докторы профессор Исанғазы Қуандық.